Бәріңізге ассалаумағалейкум. Біріңді қырғыз, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деген келіп тұр. Айырқалпақ ағайындарымызға. Президенттің тырқырата қуып, Ақордасын отпораған, билігін боққа батырған Қырғызстанның бүгінгі жағдайы қандай? Қазақтар анандай, мынандай, қырғыздай бола алмайды деген диван батырларына не деп жауап қайтарамыз? Жағылып жатып сүрінгенге күліпті демеңіздер. Қызуғанды қырғыздардың қанқұйлы әрекеттері жайлы сіздерге бар шындықты жайып салатын боламыз. Мұны сізге білген дұрыс. Қырғызстанда 4-ші қазанда өткен парламент сайлауынан кейін басталған дүрбелең жұрт назарын аударды. Көшеге 6000-нан астам адам шықты. Ақ үйді парламент ғимаратын басып алды. Өрт қорады. Жиенбеков қашты. Атышулы Атамбаев бостандыққа шығып, көп өтпей үй қамаққа қайта алынды. Бір-бірімен қырылған қырғыз, ажиотаж, хаос. Әрбір жақсы нәрсенің өлшеуі бар. Өлшеуінен асса жарамайды. Өлшеуін білмек бір үлкен керегіс. Ойланбақ жақсы. Іске тіпті салынып кеткен кісі ойын байлай алмай, қиялы болып та кеткені болады. Ішпек, жемек, кимек, күлмек, көңіл көтермек, құшпақ сүймек, мал жимақ, мансап іздемек, айлалы болмақ, алданбастық. Бұл нәрселердің бәрінің де өлшеуі бар. Өлшеуінен асырса боғы шығады дейді Ұлы Абай. Қырғыз билігінің де демократиясының да боғы шығып бітті. Ауырлау болса да шындық осы. Президенттің қуып жібергеннен көсегесі көгермеді. Керісінше әр жолы экономикалық құлдырауға түседі. Жаңа президенті ескі президентін соттайды. Бізден 3,5 жыл бұрын тәуелсіздік алған жұрттың партия жетекшілері өзі отар болған жұртқа қайта қосылуға ниет білдіреді. Отарлықтан сайт. Тәуелсіз ел болдық деген жұрт бүгін оның да қадырын кетірді. Қырғыздың ақ үйі 3-ші мәрте от боранды. Бішкек белгілі деңгейде қирады. Өкінішті әрине. Заң үстемдік құрамаған сотқа сенімі жоқ жұрт сотталғанын босатып алды. Бірақ осымен жұрт көсегесі көгере ме? Иә, жұртқа күлер жайымыз жоқ. Бірақ бір туған ағайын қырғыздың тозуы, кері кетуі біздің ел үшін де өкінішті. Орталық Азиядағы түркінің жұрты түлейтін заманда тозған өкінішті. Сәл-пәл өткенге оралып көрейікші. Жас сарапшы, саясаттанушы Асхат Қасенғали деген бауырымыздың мына жазбасынан кейін сіздер де ойланарсыздар. 2005 жылы тура осындай парламенттік сайлаудан кейін толқулар болып, Асқар Ақаев тақтан құлады. Кейде әлеуметтік желіні қарап отырып, қырғыз ағайынның Ақаевқа бекер олай жасадық деген сарынды пікірлерін оқып қаламын. Алғашқы революцияда абырой болғанда қан төгілмеді. Ақаев Ресейге кетті. 5 жыл өткен соң Ақаевты тақтан түсірген Бәкеевтің өз басына қара бұлт үйірілді. Елдегі ауыр әлеуметтік жағдайға байланысты кезекті революция бұрқ етті. Бұл жолы өкінішке орай қан төгілді. Артынша қырғыз-өзбек бауырларымыздың арасында этникалық қақтығыстар туындап, мыңдаған адам қаза тапты. Ғимараттар өртенді. Бакиев Беларусьқа кетті. Оның жолы тіпті ауыр екен. Беларусьта қазір белбасының өзі халық наразылығына ұшырап, ауыр жағдайда отыр. Билікке Отынбаева ханым келді. Бар жоғы 1 жылдан астам уақыт отырып, төңкеріссіз кеткен алғашқы президент болар. Ол президенттік тақтан кеткенде, халық мыңдаған раушан гүлін қойып, шығарып салғаны әлі есімде. Кейін Атамбаев сайланды. Атамбаев тақтан революциясыз кетті. Елдегі сайлау процесі қызық болды. Оны біз Қазақстанда мұқият қарап отырдық. Бабанов пен Жиенбековтің таласы қатты болды. Атамбаев Жиенбековті Бекболатша қолдап, Бабановқа айтпағанды айтты. Мен шарап ішкенде ол арақ ішетін. Міне, деңгейді салыстырыңыз дегенді естідік. Кейін Атамбаев біздің елімізбен қырғи қабақтыққа түсіп, шекара жабылып қалғанында бар. Куликовскийда істейтін бір танысым жұмыстан шығып қалам ба деп қатты қорқып еді сонда. Өйткені жабылады деген сыбыс жүрді. Әйтеуір сайлауда Жиенбеков жеңіп шықты. Біраз уақыт Атамбаев пен Жиенбеков әмпей-жәмпей болды. Атамбаев жаңа президентті бауырым деді. Жиенбеков оған шапан жапты. Кейін араларынан қандай мысық өткенін білмедім. Бірақ екеуінің арасы тым суып кетті. Жиенбеков Атамбаев кезеңіндегі атқарылған шаруаларды тексеріп, қылмыстық іс ашты. Атамбаевты премьер Сапарды тексерді. Атамбаев берілмей, өз үйінде бір күн атысқанында көрдік.
Ақыры ұсталып Темірторға кетті. Атамбаев 12, Сапар 18 жылға сотталып кете барды. Міне енді 2020-ның қазаны. Тағы да парламенттік сайлау болды. Сайлау бұрмаланды деген халық кеше бейбіт акция өткізген. Бірақ кешкісін наразылық акциясы қарсылық құласты. Нөпір халық билік органдарын басып алып сотталған экстарды босатты. Қазір енді Атамбаев бостандықта. Сапарда еркіндіктің саф ауасын жұтып отыр. Айырғалпақты ағайын елінде кезекті өзгерістің желісі. Өкінішке орай қырғыз бауырларымызда да жемқорлық, парақорлық үлкен. 2020 жылы жемқорлық бойынша рейтингте Қазақстан 113, Қырғызстан 126 орында алған. Ал ТМД елдерінде Грузия 44 орында алып лидер болған. Яғни оларда революциядан кейін нақты қадамдар болғанын көруге болады. Ертең басқа басшы келсе де миллиондаған қырғыздың жағдайы жақсарып кетеді деп ойламаймын. Атамбаевты елден кетпеді, түрмеде отырды деп қайта таққа жайғастырса да, оған тарих бір мәрте президенттікті де берді. Ол өзінің қабілетін көрсетті. Қырғызстанға елді өзгертетін шынайы реформатор керек сияқты. Әйтпесе бітпейтін революциядан кейін шынайы реформа болмаса, аймақтық қайшылықтарды жоймаса, бәрі бос. Кландардың саяси тартысы бола береді, бір клан екіншісін таптайды, ал қарапайым халық жұмыссыз қиналып, Ресейге баруға мәжбүр бола бермек. Әр нақты қадамы жоқ революциядан кейін Қырғызстан экономикасы 10-15 жылға артқа кетіп жатқан секілді. Қиын, қырғыз ағайынға дамумен өсу тілеймін. Сөзімнің соңында Дастан Әбдірахманұлының мынау бір жалынды сөзін диван эксперттеріне арнауды жөн көріп отырмын. Қазақ қоғамында резонанс тудырған мәселе айырғалпақты ағайынның қолына айыр ұстап, билігін аттан құлатуы қаншалықты дұрыс. Әрине, әлеуметтік желіде пікір қара жаңғақтай қақ жарылуда. Бірақ пікір білдіретін көбіне саясаттан аулақ қауым, соны ұмытпайық. Бүгін билігін құлатты, алайда ертең келетін адамның оңтайлы болуы екіталай дүние. Алатау тауының ар жағынан келіп жатқан бейне жазбалар сан түрлі. Ақ үйді өртеп ішіндегі бар құндылықты ұрлап тонағаны қай жағынан қарасаң да жабайылық. Мәжіліс төрінде отырып сыра ішіп президенттің суретін теуіп жатқаны тіпті көргенсіздік. Бір сөз айтайын, бұл демократия емес, бұл барып тұрған наданкратия. Енді қазақ қырғыз құрлы жоқ дейтін не масқара? Неге қазақ қырғыз болуы керек? Немесе қырғыздан қайталау керек? Әй, сол билікті құлатудан қырғыз шебер болса Гүлденбек түгілі жайнайтын уақыты болды ғой. Қырғыз өзінде бары 6 миллион халық. Оның жартысы Ресейде жүр. Революцияның қазаны қайнап төңкерілетіні төңкерілік болды. Ал жанұясын тастап, болашағын өзге елде өткізіп, елін сағынып жүрген қырғыздар орамалын жайып оралатын түрі жоқ. Кешегі карантинде де шекарадан өте алмағандар, Ресейде нәпақа күнімен жүрген қырғыздар. Қайда қашан, енді қанша президентті сүріндіру керек? Сауал судай аққанымен жауаптың жамылғысы жыртық. Қазақ неге құлатпайды? Қазақ қорқақ, қырғыз мықты, қазақ жалтақ, іспетті арзан сөздер қанды қарайтып болды. Айналайындар, мен білетін қазақ билікті құлатқысы келсе ешкімге еліктемей-ақ, ешкімнен сұрамай-ақ құлатады. Демек, негіз жоқ, мүмкін піскен жоқ. Бірақ қырғыз өлді деп суға бататын қазақ жоқ. Сондай желі жоқ әңгімені доғарған дұрыс шығар. Қырғыздың тарихында бір ханға бағыну атымен болмаған. Олардың басқару жүйесі бас-басына би болған манастар. Демек, менталитет басқа. Қанда жоқ әдет. Кім білсін, мүмкін парламенттік басқару жүйесін қолдарына алу керек шығар. Ұзын сөздің қысқасы ол болмаса бұл болсын. Бірақ қазаққа тиіспеңдер. Қазақ қасиеті мен жолы бөлек жұрт. Сіз үшін білген дұрыс.